Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика оқулығының 68-ші сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Сабақ басталмас бұрын мен ардыма тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы есептер шығару. Бірінші есеп. Есепті оқы. Шартын, сұлбасын толтыру үшін қандай деректер қажет? Ұшу кезінде балалар ойын ойнады. Әлия 10 қаланың, Сырым 20 қаланың атауын айтты. Екеуі бірге неше қаланың атауын айтты? Есептің берілуін қысқаша жаз немесе сұлбалардың біреуін толтыр дейді. Яғни шартын құрамыз. Әлия 10 қала, Сырым 20 қала, барлығы қанша қала? Берілген, яғни несін құрсақ, шартын құрсақ, шешуі 10-ға 20-ны қосамыз, тең 30 қала. Барлығы 30 қаланың атауын айтты. Берілген сандардың ішінен кез келген екі санды таңдап есеп құрастыр, оны шығар дейді. 20, 30, 40, 50. Әселде 20 қалам, Ерболда 40 қалам, барлығы қанша қалам? Шешуі 20 қосу 40 тең 60. Жауабы барлығы 60 қалам. Яғни мен 20 мен 40 санын қолданып есеп құрастырдым. Екінші есеп. Есепті шығар. Есепке сәйкес сұлбаны таңда. Энциклопедияда 50 мемлекеттің туы берілген. Сырым 30 елдің туын есіне сақтап алды. Ол әлі неше елдің туын есіне сақтау керек? Сен қандай мемлекеттердің туын білесің? Яғни шартын құрамыз. Берілгені 50 ту. Есте сақтағаны 30 ту. Есте сақтау керек қанша? Шешуі 50-ден 30 аламыз, тең 20. Жауабы 20 елдің туын есте сақтау керек. Үшінші есеп. Борт серіктер жолаушыларға сусын ұсынды. Әр қайсысы неше литр сусыннан әкелді? Салыстыр. Яғни бірінші борт серікті қараймыз. 2 литр, 2 литр, 2 литр, 6 литр. Және 1 литрліктен 3. Яғни барлығын бір-біріне қоссақ 9 литр болады. Екінші суретке қараймыз. 2 литрден 4. Яғни 8 болады. Оған 1 литрді қоссақ 9. Бұл борт серікте де 9 литр, яғни екеуі тең бе тең. Төртінші есепке қараймыз. Бос торкөздер мен глобустардағы сандарды ата. Яғни 10 қосу бос торкөз берілген, тең 30 болады екен. Ол үшін 30-дан 10-ды аламыз, 20 болады. Солай шығарамыз. 10-ға 20-ны қосамыз, тең 30. 30-ға 30-ды қосамыз, 60 шығады. 60-ға 40-ты қосамыз, 100 саны шығады. 100-ден 90-ды алсақ 10 шығады. Бірінші қатар. Екінші қатары 10-нан 3-ті аламыз, тең 7. 7-ге 2-ні қосамыз, 9. 9-дан 3-ті аламыз, 6. 6-дан 3-ті аламыз, тең 3. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті.